Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, бізде жақсы өтті. И одан кейін барып мен сторисіме айтып жатыр екен да, сен қуасың ба, басың жасай ма, баланы өйтіп отырғызбай деп. Ол жерде бала отырған жоқ. Во-первых, во-вторых, бала өте кішкентай, телефонда үлкен болып көрінеді. Оның үстіне негізі менің алдымда жатыр, менің қарным үлкен болғандықтан, ол бүйтіп отырған андай, қалай айтсам болады? Отырған сияқты болып көрінеді десем де андай, білмеймін, оған сене қоясыздар ма, сенбейсіздер ма, бір Құдай біледі. А так бала отырған жоқ, бала жатыр. Қарным шығып, оның белін тіреп тұр. Жатыр бала. Сондықтан да балаға ненің жақсы, ненің жаман екенін мен анасы болғаннан кейін мен өзім де білемін. Керек кезде ақыл сұраймын, ақыл айтатын адамдар жетеді. Сондықтан да олай менің бір қатемді түзелемей қойсаңыздар болады. Ой-жой. Мынаны қараңыздар. Апай, кім? Хотя балалар тыныш па десем? Жыбырлап отырмын. Қайсы? Мен мына бетте тұрыңызшы, сіз мынадан қорқамын, мен үстіме секіріп кететін сияқты. Кішкентай балаларын қараңыздар, масқара. Тфай-тфай, көз тимесін. Мынаның қояндардың көзін қараңыздаршы, ойбай. Не болма болды? Тентек болма. Тентек болма. Масалат ерім енді. Ақ келін бақытты болсын бұлтың. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біздің үйдің кенже қызы, менің администраторым, Пакизаттың оң қолы, директор ханымның Жансаяның туған күні, Жансая ханым туған күні құтты болсын. Баршаңызға сәлем. Ал мына Алматы әкімдері әлі қоймағансыздар, жөліктікті. Мына кеше әкімнің жиналысына есеп беру. Қарапайым халық шақырмаған кел мұғалімдер жинап қойған дейді. Ұят емес пе? Неге халықтан қорқасыздар? Халыққа айтарларым жоқ па әлде? Алматының бір әкімін жібереді, екінші сондай болып шықты. Жаңа үкіметке сонда жұмыс жасау үшін не істеу керек? Қай уақытта тоқтайды жемқорлық, қай уақытта тоқтайды жағымпаздық. Мұғалімдерді итар шығылуды қойыңдаршы. Ана менің уақытында да өткені сайлаудың уақытында. Ұят емес пе? Мұғалім деген өтірік айтса, мұғалім өзі жөлік болса, оның тәрбиелеген баласы одан зор болады ғой. Не мұғалімдер жаман нәрсеге итермелей берсіздер? Ұят емес пе? Масқара екен мына Алматы облыстың әкімдері, қала әкімдері. Халыққа қарайтын беттеріңіз жоқ па не? Сарыға жетіп, адам қарап бастадық. Қарағыз, сен алдында келіп келдің? Келдім, мен алдыңға келгенде 2 рет, 3-ші рет келдім. Қай жеріңіз алып келдің? Асқазаным ауырып, бауыр дедіңіз. Шүкір, қазір жақсымын. Белім болды, белім де жақсы болды қазір. Шүкір, жақсы. Бүгін аяғым қатты ауыра берді. Содан кейін жаңағы сізге келгеннен кейін сол тек бір қарағаннан кейін басылды манағы ауырғаны. Жаным. Енді құлаққа келіп тұрсыз ба? Құлақ енді постоянно шуылдайды. Тұқым жайсың. Қазір ана іштеген нелерді Сен ба деп ойлап жатырмын енді. Потому что қазір мен жігітімде мүлдем желание жоқ сторисқа шығуға. Жігітімнің деп жатыр, бұйыртса да. онда ешнәрсе айтуға болмайды, жаным. Одан кейін Счастье любите шану десің. Ана гороховый көйлектің әдемісін, ай! Қараңыздаршы, блин! Гороховый көйлекті айтып жатырмын. Жанында гороховый тұр ғой, прям. Женственно көрінеді екен. Құлсарыға келіп адам қарап жатсаң, апа алдында келдіңіз ба? келдім жүрім, Қай жеріңіз алып почкам ауырды. Үлкен дәретке отыра алмадым, қазір шүкірмін. Жақсы болдыңыз ба? Құдай сосын сіз ғой енді ханым. Адам қарап жатсаң, апа деген бұрын келген. Келдім, екінші рет келдім. Қай жеріңіз алып келдіңіз? Гіржі болып келдім. Жақсымыз ба? Жақсымын, өте жақсымын. Енді қыста